Қайырлы күн достар, сіздермен Слушаш. Бүгін сіздермен дәмді әрі тез дайындалатын, оның үстіне дастарханның сәнін келтіретін бопе-пай пирожныйларын дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналға тіркелуді және комментарий мен лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен сары майымызбен шоколадымызды ертіп аламыз. Су банисында немесе микроволновкада ертіп алуға болады. Кейін қантымыз бен жұмыртқамызды жақсылап соғып аламыз. Миксерлеуге де болады. Қатты көпіртудің қажеті жоқ. Араластырылған қантымыз бен жұмыртқаның үстіне ертілген шоколадымыз бен майымызды қосып, тағы да барлығын жақсылап араластырамыз. Оның үстіне алдын ала електен өткізілген құрғақ ингредиенттерімізді қосамыз. Яғни ұн, какао, қопсытқышымызды 2 бөлікке бөліп қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Біркелкі массаға келтіреміз. Осындай қоймалжың масса шығу керек. Дайын болған қамырымызды кондитерлік мешокқа саламыз. Алдын ала дайындалып қойған противень үстіне пергамент қағазына осылай дөңгелектер жасау арқылы бопе-пай пирожныйының печеньеларын дайындаймыз. Араларын міндетті түрде алшақ қылып құямыз. Пирожныйның көлемін өзіңіздің қалауыңыз бойынша жасауыңызға болады. Міндетті түрде араларын алшақтап қою керек. Себебі піскен кезде печеньеларымыз үлкейіп, көлемін үлкейтетін болады. Міне дайын болған печеньеларымыз осындай болып шығады. Енді крем дайындаймыз. Креміне клегей керек, яғни 33%-дік және творожный сыр және қант ұнтағын жақсылап араластырып миксерлеп аламыз. Барлығы міндетті түрде салқын болу керек. Сол кезде креміміз тез шығады. Осылай барлығын жақсылап миксерлеп араластырып аламыз. Қою креміміз дайын болғаннан кейін кондитерлік мешокқа салып, бірдей печеньеларды тауып, осылай кремін жағамыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша жағып аласыз. 2 печеньені жабыстырамыз бір-біріне. Осындай әдемі болып шығады. Барлық пирожныйларды жабыстырып шығамыз. Үстін өзіңіздің қалауыңыз бойынша әрлеп шығуға болады. Ганаш жасауға болады, яғни үстін барлығын шоколад құйып, немесе креммен әрлеуге болады. Мен осылай шоколадты ертіп үстіне жағып шықтым. Егер видео сізге ұнаған болса, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.